денені лақтырдым делік. Оның жылдамдығы s болсын. Жылдамдығы s. Бұл бейнебаянда объект лақтыру бұрышы мен жылдамдығына қарай қаншалықты алыс қашықтыққа жерге түсуі мүмкін екенін қарастырамыз. Жылдамдық өзгеріссіз қалады деп айтайық. Қайнада бір константа. Қозғалыс парабола тәріздес траекториямен ұшатыны түсінікті шығар. Ұшып шамалы осы нүктеде қонады. Бұл нүктені, бастапқы нүктені 0 десек, және қонған нүкте D болсын. Латын D әрпі. Қозғалыс векторы көкжиекпен қандайды бір бұрыш жасайды. Оны тетті-мен белгілейік. Тетті. Қандайды бір бұрыш. Осындай есептерде ең әуелі векторды, яғни қозғалыс векторын компоненттерге шағып тастайтынбыз. Сөйтейік. Үлкейтіп сызамын. Бұл бізде негізгі вектор. Оның мәні s-ке тең. Көкпен горизонталь компонентті сызамын. Оның түрі келесідей. Яғни x бойынша компонент осындай. Оның мәні s горизонталь деп белгіленеді. S горизонталь. Вертикаль компонент осылай сызылады. Жарайды, осылай сызылады. Ол сәйкесінше y бойынша компонент. Оның мәні s вертикальға тең. Жылдамдықтың вертикаль компоненті дене ауада қанша уақыт өткізетінін табу үшін, ал горизонталь компонент ол қаншалықты алысқа ұшатынын табу үшін қолданылады. Вектордың бағытын бұрыш анықтайды, ал бұл бұрыш теттаға тең. Компоненттердің мәндері белгісіз. Оларды анықтау жолында біз тригонометрияны қолданамыз. Есімізге түсірейік. Қарама-қарсы жатқан катет пен гипотенузының қатынасы неге тең? Ол синус теттаға тең. Яғни бұрыштың синусы, теттаның синусы, s вертикаль бөлінген гипотенуза, гипотенузының мәні s-ке тең. Яғни вертикаль компоненттің мәнін білу үшін біз s-ті синус теттаға көбейтеміз. s көбейтілінген синус тетта. Ал горизонталь компонентше. Түсті ауыстырайын. Горизонталь компонент теттаға сабайлас жатқан катет. Яғни оны есептеген кезде косинусты еске түсіру жөн. Теттаның косинусы сабайлас жатқан катетпен, ол s горизонталь. Гипотенузының қатынасы, яғни s. S горизонталь тең болады s көбейтілінген негізгі вектордың мәні көбейтілінген косинус тетта. Жылдамдықты екі компонентке бөлген соң, біз дене ауада қаншалықты ұзақ уақыт болатынын таба аламыз.